Армысыздар, құрметті отандастар. 30 қазан 2020 жыл сағат Астана уақытымен 19:36 кезекті тікелей эфир. Бүгінгі тақырыпта көтерілетін, бүгін эфирде көтерілетін тақырып мынау журналистердің жағдайы. Неке хабар жетіп жатыр, Түркістан облысында кезекті журналистке мына қылмыстық жүйе қысым көрсетіп жатыр. Жаңағы жалған кінә тағып, статьяларды Уголовный кодекстің пайдаланып, қылмыстық кодекстің сол жұмыс шектету үшін іс қозғатып жатыр. Мен былтыр кездескенім бар, сол Шымкент облысы, Түркістан облысының журналисті Амангелді Батырбековтың жағдайын айтқаным бар. Міне бүгін менде тікелей эфирде скайп арқылы байланыста Ләззат Асанова, Түркістан облысы Төле би ауданының тумасы, Ленгер қаласында сол Төле би ауданының тұрғыны, Аймақ тынысы газетінің журналисті, редакторы, көп балалы ана. Ләззат, сөздің кезегін сізге берейін, жағдайыңызды айтыңыз, қандай ситуация болды. Сосын талқылайық бұл. Кеш жарық, құрметті достар. Жалпы мынандай жағдай болып жатыр. Мен Түркістан облысы Төле би ауданында, Төле би ауданы Ленгер қаласының тумасымын. Осы жерде жұмыс жасаймын. Және өзім журналист болған екен, мен көбінесе мына өзекті мәселелерді көтеріп отырмын. Соның бірі мынау коррупциямен күрес. Коррупциямен күрес барысында мен біршама кемшіліктерді, біршама заң бұзушылықтарды анықтадым. Соның бірі біздің Төле би аудандық білім бөлімінің басшысының бір емес 3 жалған дипломын анықтадым. Ол бойынша мен өзім осы Facebook әлеуметтік желіге өзімнің ойымды жазғаным үшін 2019 жылы сәуір айында 130 баппен, яғни жала жабу бабымен мен сотталған едім. Клевета бабымен сотталған 130 бап бойынша. Сөйтіп сотталған кезде, мына соттың соңғы үкім шығатын кезінде Төле би аудандық білім бөлімінің басшысы өзінің 2 жалған дипломын сот отырысына алып келген. Сол кезде осы дипломды көру барысында дипломның жалған екеніне бізде күмән туындап, сол жердегі төрағалық етуші судья Жорабеков Нұрмахан Әлмаханұлына көзімізді жеткізу үшін осы дипломдарды сот сараптама экспертизасына беруге сұранғанбыз. Ауызша ходатайство жасадық, бірақ оған ешқандай назар аударылған жоқ. Сөйтті де 130 бап бойынша мен кінәлі болып танылдым. Осы күні кеше, мына 5 тамыз күні біздің президентіміздің арқасында мына декриминализация болды бұл баптың. Осы бойынша мен ақталдым. Мінеке, мен қолымда қазір мынандай қаулы бар, ақталу үкімі. Мен ақталдым. Одан кейін осы диплом бойынша мен құзырлы мекемелерге арыз жаздым. Ол бойынша 1 жылдай тергеу болды. Тергеу жүрді, оның барлығы дәлелденді, жалған дипломдары. Бірінші дипломы Жетісай колледжінің дипломы болып шықты, жалған дипломы. Екінші диплом Қазығұрт ауданындағы номері 11 колледждің дипломы жалған диплом болып шықты. Төле би аудандық білім бөлімінің басшысы Роза Сәрсенбековна Аманованың атына шыққан. Сол дипломның негізінде, колледждің дипломның негізінде, мынау Отырар университетінің дипломын қысқартылған 3 жылдық курс, 3 жылдық мынау бойынша оқып бітіріп шықты. Бұл 3-ші дипломы. Осы 3-ші диплом бойынша мен тағы да өзімнің ой пікірімді айттым. Себебі жалған дипломның негізінде алған диплом ол жарамсыз болып қалу керек. Мына айыптау актісі жүрді. Одан кейін мен оны анықтаған журналист ретінде сотқа бірнеше рет қатысуға талап білдірген едім. Алайда Түркістан қаласының соты, судьясы Ержанов мені сотқа қатыстырмауға тырысты. Сотта ешқандай ашықтық болған жоқ. Сондықтан да одан бөлек осы білім саласындағы мынау оқулықтың 4,5 миллионын көтердім, жоқ болып кеткен. Тағы да басқа осы жердегі мынау заң бұзушылықтарды мен өзім көтеріп, тек қана білім саласы емес, басқа да мына ауыз су мәселесі бойынша мәселелерді көтеріп,
одан бөлек мынау жұмыспен қамту мәселесін көтеріп, одан кейін ауыл шаруашылығы, сонымен қатар мынау кейбір елді мекендерде жайылым жерлерді біздің әкімдеріміз сатып жіберген. Сол мәселені көтеріп жүрген журналист едім. Бірақ күні кеше маған орысша айтқанда сфабриковали уголовное дело, на меня сфабриковали уголовное дело. Якобы я вымогала у директора школы Каратөбе Табылдиева Ельшибека, который является родственником руководителя отдела образования Амановой, и также Аманова на основании вот этой статьи 130 судья Журабеков вынес частное постановление. И на основании частного постановления на меня обратно возбудили уголовное дело по 194 статье вымогательство. Как будто бы я у них там что-то такое вот вымогала. И вот эти два товарища на меня подали в суд, на меня завели уголовное дело по статье вымогательства. А директор Табылдиев Ельшибек США Каратөбе, он является родственником Аманова Азамата. Он родственников со стороны мужа. Он в своем заявлении пишет о том, что я якобы заставляла его подписываться на газету «Аймақ тынысы» и на газету «Оңтүстік Казахстан». Его доказательства основываются только на свидетельских показаниях. Показания дают учителя, которые работают под его руководством. И вот на сегодняшний день... Қазақша, Ләззат, қазақша. Қазақша айта берейін, қазақша. Мен анау, мына жерде орысша. Сол 194-ші бапқа сәйкес маған сол боп салау деген бапты іліп отыр. Одан кейін мен күні кеше тағы да бір анықтаған мәселем, мен былтыр сәуір айының 15-іне маған үкім шықты 130-шы бап бойынша. Одан кейін бір жыл өткеннен кейін мен анықтадым. Мені соттаған судья Жорабеков Нұрмахан Әлмаханұлының туған ағасының баласы Төле би аудандық білім бөлімінің тендеріне қатысты. Ол жерде тендердің комиссиясы анау жалған дипломмен жұмыс жасап жатқан Роза Аманова Сәрсенбек қызы. Көрдіңіздер ме, осындай жағдайлар орын алып жатыр. Бұл нақты конкретті ұшып жатқан коррупция, мінеки, мафия. Дәлелдер менде барлығы бар. Себебі судья Жорабеков Нұрмахан Әлмаханұлы, білмеймін, ол сәйкестік па, жоқ қасақана жасалына ма, осы Амановтың және Аманованың қылмыстық істерін барлығын осы Нұрмахан Әлмаханұлы Жорабеков қарайды. Ләззат, жаңағы статьяның 194-дің часть қандай? 194-дің часть 2, пункт 3. Часть 1 ма, қанша? 2. Там қанша срок, да, мысалы, мен қолымда, вторая часть вымогательства неоднократно ма, не сонда, это там от 5 до 10 лет конфискации имущества ғой, санкция? Жоқ, бұл не бұл? От 3 до 7 лет лишения свободы дейді, с конфискацией имущества. А бұл деген, екіні неге салады бұлар? Применение насилия, группа лиц неоднократно дейді. Сонда қандай сізге не салып тұр? Неоднократно дей ма, не дейді бұл? Маған неоднократно деп отқаным, мынау директор мен білім бөлім басшысы бірігіп отыр ғой. Міне түсінікті. 130-шы статья, 194-шы статья. Құрметті көрермендер, құрметті отандастар, мына қылмыстық кодексті, мына қылмыстық жүйе 30 жыл билікте отырған. Кәдімгі өзінің қолында бір қол шоқпар болған, бір не қылған, қару болған, құрал жабдық. Үнін өшіру. Мынау кім, Ләззат жай азаматша емес қой. Ләззат журналист, редактор, көп балалы ана. Мынау 194 статья, ол бандиттердің статьясы. Оның қасында 192 разбой, 193 хищение, 195 причинение имущества путем обмана, злоупотреблением доверием. Журналистерге мынандай статьяны тағу, нету, ол вообще ешқандай ойға сыймайтын зат. Бірақ оған қарамастан жасап жатыр. Біледі жаңағы өтетінін, себебі жаңағы бізде тәуелсіз жоқ. Мынау құқық қорғау органдары, полиция, прокуратура, сот, бұлар құрал. Мына жүйенің қолындағы құрал халықты осылай құл сияқты ұстау. Журналистер
былай ұстаным бар, бүкіл мемлекеттерде, бүкіл дүние жүзінде төртінші билік дейді. Билік бұлардың қолдарында ешқандай не жоқ қой, мөріш деген жоқ. Бұлардың халыққа, мынау қоғамға несі былай жұмыстары өте зор. Сол себептен бұлар қоғамда өздерінің сөздері, журналистердің жаңағы әрекеттері өте маңызды. Ал мына жүйенің қылмыстарын көрсетпес үшін деп жаңағы не істейді? Аузын жауып үшін. Істі қозғай салады да, ол аз, кеше прокурордың жаңағы ешқандай несі жоқ, қақысы жоқ, үй қабағында тықты. Қараңызшы аға. Бұл жерде, бұл деген іс қозғау деген жай емес қой. Мысалы, Ләззат көпбалалы ана, жас қыз емес, адамға полицияға шақырған өзінде уайымдайсың. Ал іс қозғап, біреу соттап, сосын қайтадан кешірген сияқты ол қайтадан соттатып, қайтадан ісін етіп, ар адамның жүйкесі тозады. Денсаулыққа үлкен зиян келеді. Сосын жаңағы үйіне қамап тастады да, ешқайда шықпасын деп. Қазір мынау карантинді пайдаланып, таза бізде бір кәдімгі Северная Корея сияқты бір концлагер сияқты жасап тастады. Мен тағы да қайталап өтейін, мысалы мен қазір мынау мәселені, былай жалпы бұл деген бір жалғыз Ләззаттың басына күн өсіп жатқан жоқ қой. Былтыр 19 жылы 46 журналистке жаңағы мұсындай задержание жасап дейді, тұтқын қалыпты. Полициялар кәдімгі алып кетеді неге, 10 журналистке жабылған дейді. Телефонмен звондап қорқытады. Істер қозғатып жатыр, мінекей. Қанша дейді? Обвинение в адрес журналиста в уголовном порядке, клевета, оскорбление 26, распространение заведомо ложной информации, жетеу, возбуждение розни, бесеу, участие в деятельности запрещенной организации, жетеу, оскорбление, применение насилия в отношении представителей власти, үшеу. Міне, бүкіл мынау қылмыстық кодекстің бұны қылмыскерлермен күресу керек, коррупционермен күресу керек, бандиттермен күресу керек те, мына журналистерге қарсы пайдаланып жатыр. Амангелді Батырбековті мен айттым ғой, сұхбатты алдым. Қараңызшы, мінекей 16 қазан күні былтыр информбюро берді ақпарат. 23 қыркүйек күні 19 жылы Сарыағаш Түркістан облысы Амангелді Батырбековті жергілікті газеттің бас редакторын 2 жыл 3 айға қамауға шешім шығарды. Оскорбление и клевета власти дейді жаңағы. Сонда да жаңағы Батырбековке сотқа берген арызданып, Келес ауданының жаңағы отдел образованияның басшысы. Фейсбукта пост жазған, сөйтіп жаңағы соттың шешім шығарды да қамап тастады. 14 қазан күні 500 қол жинады. Әріптестері, журналистері, белсенділері Шымкент жаңағы облысының бүкіл Жақып Асановқа және сол уақытта сенат төрағасының қызметін атқарып жатқан Дариға Назарбаеваға. Сөйтіп шулатып, мына істі бұзды. Қалай болса да жарты жылдай неде жатты. Колонияға таза, СИЗОда емес, колонияға кетті. Амангелді Батырбековті ол бірінші рет емес соттаған 19 жылы. Оның алдында мінекей 15 жылы соттады, жарты жыл қамақта тұрғызды, мысалы ауданның прокуроры. Сосын қайтып шығарды да, қайтадан тағы да арыз жазып прокурордан тағы да соттады, тағы да қамап, кейін тағы да жаңа ақтады. Сөйтіп адамды іс қозғатты, қамап, колонияға жіберіп сындырғысы келеді. Мен мысалы Амангелді Батырбековтың алдында басында ием. Себебі нағыз батыр, мінекей, журналист батыр, қайтпай. Бірнеше жыл, 10 жылдың сыртында мынау Шымкентте орналасқан коррупционный, мафиозный кланмен қорқпай күресіп жатыр. Бірақ қанша шығын, көрдіңізші, мынау Амангелді өзі жаңағы жүргізіп жатыр. Оның жаңағы жұбайы, жанұя мүшелері қанша шығын жаңағы моральный, физический жаңағы қаражатпен, ол деген негізінде жаңағы 500 адам қосылып жатыр, мысалы, қосылмаса, үнін шығармаса, кетті ғой колонияға. Сол жүре беретінен жаңағындай ешқандай күнәсі жоқ, жай мынау уақ аудан әкім емес даже, отдел образованиен. Айтпақшы жаңағы сіз Ләззат айтып жатсыз, мынау дипломы не деп жалған деп. Ол не шешім біресе шықты ма, жұмыстан қуды ма, ол диплом бойынша не қандай шара? Жұмыстан қуылған жоқ, даже ескерту алған жоқ. Оны аудан әкімі, бізде Төле би аудандық аудан әкімі Омарбеков Бауыржан онай жұмыстан шеттетіліп тергеу жүру кезінде ешқандай ескерту де берген жоқ.
Сонда сол жалған дипломмен жүр ме әлі жұмыс істеп? Жүр, әлі жұмыс істеп жатыр, иә. Міне масқара, қараңызшы, мінекей. Журналист мына көрсеткен, журналистті кінә қылып, анау қылмыскерлер білімі жоқ, ештеңесі жоқ, басқарып жүр, себебі ол мына мафиозный кланның мүшесі. Мынау Италияда тұрам ғой мен қазір. Италияда мұндай анау коррупция, мафия ұшығып жатқан уақытта болған емес. Біздің мафия Қазақстанда, Шымкентск емес, бүкіл Қазақстан бойынша кәдімгі мынау масқара. Бұл сіздің ойыңызша енді бұны қалай тоқтатуға болады? Ләззат. Менің ойымша тоқтатқан кезде мен ойлаймын, журналистер бірлесу керек, бірігу керек деп есептеймін. Себебі егер біз әрқайсымыз бөлек-бөлек болатын болсақ, бізді әрине соттатып жіберу, қамап қою ол оңай. Одан кейін журналистер одағы бар бізде. Осы уақытқа дейін мен мысалы 22 күн болды ғой үйде отырғаным. Бірде-бір журналистің одағы осы біздің журналист қамалды екен, не үшін қамалды екен, не болды екен деп келген жоқ, хабарласқан жоқ. Олар ойлап отқан шығар, тек қана осы бір журналистің ғана басына түсетін бұл проблема деп. Мен ең алғашқы журналист емеспін қамалып жатқан, және мен ең соңғы емеспін. Сондықтан да мен журналистердің барлығын шақырамын. Мынау бірлесу керек. Бірлескенде бір журналистің осындай қиын жағдайға түскен кезде кішкене бір қор ашу керек па? Себебі мен қазір 22 күн болды, мен жалғыз басты анамын. Үйде бала шағамды өзім асырап отырмын. Менің 4 жасар және 5 жасар балам бар. Балабақшаға бару керек. Одан кейін мен осы үйде отырғалы бері қазір ауырып отырмын. Маған тек қана скорый келеді. Ол скорыйдың көрсетіп жатқан көмегі, медициналық көмегі өте сапасыз. Мен оны айта аламын. Одан кейін дәрігерлер шақыртып аламаймын. Судьяның көмекшісіне звондасам, мен ауырып жатырмын, дәрігерге барып келсем бола ма десем, жоқ, оны төраға қарайды дейді, бірақ төрағамен ешқандай сөйлесе алмаймын. Участковыйлар шақырсам келмейді. Мені былай айтқан кезде өте мені қазір мынау келешекте ешнәрсе жазбайтындай, сондай етіп мені өте қатты қорлап отыр. Себебі мынау қылмыстық процессуалдық кодекста мынау мера пресечения, обстоятельства, учитывающие при избрании меры пресечения дейді да, бұл жерде тяжесть совершения преступления, личность подозреваемого, обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, наличие в семье иждивенцев, прочность социальных связей подозреваемого, обвиняемого, репутация подозреваемого, обвиняемого, род занятий. Мұның барлығы ескерілген жоқ. Имущественное положение ешқандай ескерілген жоқ. Судья алды да, мынандай постановление шығарды. Полностью запретить выход из жилища. Менде судимостьім жоқ. Менің кінәм әлі дәлелденген жоқ. Соның өзінде мені полностью запретить выход из жилища дейді. Сонда қалай мені үйде өлтіру керек па сонда? Бұл нағыз фашистік режим елімізде орын алды деген мынау нақты дәлел мен көзқарасым бойынша. Мені аштан өлтіру болып тұр, тек қана. Құрметті мынау журналистер, мен де журналистпін. Мынау каналды мен жүргізіп жатырмын, журналист ретінде, редактор ретінде. Мен саясаткермін, мен саясаткерді қоя тұрайын, мінекей журналистерді шақырамын, әріптестер, айналайын. Ана бір орыстың сөзі бар ғой. Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Кеше Амангалды Батырбеков осындай қинады. Бүгін мінекей Ләззаттың күні басына осындай бұлттар түйіліп отыр. Ертең ойлап қалмаңдар, анау Ләззат алыс ан жақта Шымкентте өз ерекше деп. Міне бар ғой мындай сөз, кәсіби ниеттестік, профессиональная солидарность. Мен шақырамын журналистерді. Мына мәселені көтерейік, мына мәселені қозғайық, қоғамға, халыққа жеткізейік, жариялайық, оны тоқтатайық. Егер де біз журналистті қорғалмасақ, ал мына журналист тек қана жай бір газеттің несі емес қой, бұл қоғамның, халықтың үні. Журналистер, мысалы, олар халықтың үні. Егер біз үнді жауып тастасақ, біз нағыз құл болдық деген сөз. Онда тоқтату керек. Біз Северная Корея сияқты боламыз. Жақында мысалы 3 ай бұрын шықты ғой Ербол Мендібек деген ініміз, ініміз, баламыз, 34 жасар Торғайдың баласы, біздің жаңағы Ахмет Байтұрсынов, Дулат Мыржақовтың жерлесі. Мынау 10 жыл президент пулында жұмыс жасадым дейді. Қазақстан телеарнасында бірақ шықты, арыз жазды. Себебі арын жібермейді дейді. Мынандай жүйеде Северная Корея сияқты мынау жұмыс жасауға арын жібермейді. Шығып кетті. Енді қазір 3 ай болды, бұған қысым көрсетіп жатыр. КГБ-ға шақырып, анау звонокта жасап телефонмен, бандиттер, жұмысқа, мен естіп жатырмын, парақшасын оқып жатырмын,
жұмысқа бір жерге тұрам дейді, енді жанұя бар ғой, асырау керек. Сол жұмыс барған жеріне звондап, жұмыстың иелеріне ананы құрт көзін, ананы жолатпа, ол Нұр Отанға қарсы шықты деп. Бізде фашистік режим бұлай болады ғой, ағайын. Мына мінекей Ербол Мәндібекті мына қоғамның назарына алайық. Жас жігітті қолдау көрсетейік. Үнсіз отырмайық, ағайын. Біз деген тағы да айтамын, осылай немқұрайлық біздің түбімізге жетеді, қазақтың. Үнімізді шығарайық, осылай қоғам жұмысына кірісейік, мәселені көтерейік. Әрине, мен түсінемін, бұл жерде мынау 500 1000 қол жинап, бұл мәселе шешілмейді, ағайын. Бұл деген іс болмайды. Осылай кеше Амангелдіге қол жинап, бүгін Ляззатқа, ертең Ерболға, басқаға да. Бұл мәселелер шешіледі саяси жолында. Мен сол еркін қазақ қозғалысын ашып айтқаным сол ғой. Мында бір мәселенің шешімі саяси жолда. Бізге саяси өзгеріс керек. Бұл мәселелер, проблемалар неге болып жатыр? Себебі 31 жыл, желтоқсанда толады. Мына елімізді басқарып келе жатқан Кремль өз қолымен әкеліп отырғызған Нұрсұлтан Назарбаев. Мынау Нұр Отан партия дейді қазір, билікте, олар қазір алдағы сайлауға қатысамыз дейді. Бұл партия емес, бұл номенклатураның жаңағы өзінің ұйымы. Анау компартия атын өзгерте салған. Соның командасы Назарбаевтың кезінде Назарбаев 1989 жылы келді. Компартияның, Қазақстанның компартияның бірінші хатшысы болып, анау кабинетінде атын ғана өзгертті, президент болдым деп. Мынау Нұр Отан сол партия. Бұл жүйені біз қызметін доғартуымыз керек, ағайын. Бұдан қорқатын ештеңе жоқ. Бұл қылмыс емес. Бұл бүкіл конституцияда жазылды, басқа заңдарда, бүкіл дүние жүзінде ол сондай тәртіп, билік ауысып тұру керек. 30 жыл бір адам, бір команда отырғаннан кейін бұл сазға айналды, болото, саси бастады. Бұл жерде енді көрдіңіз ғой, ешқандай өзгеріс жоқ, экономика дағдарыста. Ал бір мәселе, проблеманы мінекей Ляззат көрсете ма, Ербол көрсете ма? Болды, Амангелді іс қозғата салады да, үнін өшіруге жаңағы өрмекті паутина лақтырады мафиозный. Бұл жерде қоғам атсалысу керек, оянайық, ағайын. Ал мына қоғамның алдында авангард болуға журналистер, мен сіздерді шақырамын. Тағы да қайталап өтем, Амангелді Батырбеков әріптесіміз, мен де журналист ретінде айтамын. Мен басымды иемін. Батыр нағыз. Тек жалғыз болмау керек, Амангелді. Қасыңызда біз қанша журналистер бар Қазақстанда. Мына Ербол сияқты, мінекей, үнімізді шығарайық, көтерілейік, тұрайық, ағайын. Осылай үндемей отыра беретін болсақ, бұлар біздің түбімізге жетеді. Күресетін уақыт келді, ағайын. Осыған шақырамын мен. Қосатын болса, Ляззат айтып жіберіңіз. Әрине қосатыным бар. Бұл жерде мені толығымен үйден шығарма мақсаты, бұл менің үнімді өшіру, және де бұл басқа журналистерге үлгі ретінде көрсету. Мінекей, егерде осы мынау коррупциямен күресетін болсаңдар, жағдайларың осы болады деген бұл үлгі деп есептеймін. Себебі мен көп балалы анамын. Мен жалғыз өзім асыраушысымын. Үйім қазір мына қыс мезгілі келе жатыр. Отоплением жоқ деп оны судьяға да айттым. Бірақ облыстық соттың судьялары біздің аудандық сотының шешімін ешқашан бұзбайды. Бұның өзінде мына Түркістан облысында қазір мына 3 судьямыздың өзі сыбайлас жемқорлықпен қазір мынау парамен ұсталып, сотталып отыр олар. Сонда біздің мына Төле би аудандық сотының шығарып отқан мынау постановлениесінің өзі үлкен сорақылық бұл. Сот системасына да өзгеріс керек деп есептеймін мен. Себебі мынау шешім шығарған кезде екінші саты оған сәлде болса бір өзгеріс енгізу керек еді. Ең болмағанда кішкентай балдарын балабақшаға апарсын деген. Бұл өте қатыгездік деп есептеймін мен. Бұл анаға жасалған қатыгездік. Бұл балдарға жасалған қатыгездік. Менің үнімді өшіріп үйде отырғызып қойғаны. Сондықтан да мынау журналистерді бірігіп бір қор ашып па, осындай кезде осындай қиналған журналистерге бір көмектесетін бір орталық ашу керек па? Сонымен қатар журналистердің мәртебесін көтеру керек. Бізде журналистердің мәртебесі 4-ші билік деп әшейін былай ғана внегласно айтқанымен, ол ешқандай заңда жоқ. Мынау заңға өзгеріс енгіздіріп, мына журналистерге неприкосновенность деген ба сондай бір дүниелер қарастырылу керек. Себебі мен күллі бір ауданның проблемасын жалғыз өзім көтеріп отырған журналистпін. Және де мына сыбайлас жемқорлыққа қатысты заңның баптарына сәйкес мені мемлекет қорғауға алу керек еді. Керісінше мені қорғауға алмақ түгілі мені қорлап отыр қазір. Мен қорланып отырмын. Мен қазір депрессияға ұшырап отырмын. Бірақ мен журналист ретінде ертең Алла бұйыртса сотта жеңіп шығамын деп отырмын. Себебі менде дәлелдерім барлығы бар. Сондықтан да мен бірақ алған бетімнен қайтпаймын. Менің сағымды ешқандай сындыра алмайды.
мен аштан өліп жатсам да осы журналистік жұмысымды мен ешқандай қоймаймын. Және де мынау мені қолдап отырған азаматтар өте аз. Осылар саны көбейіп, журналистер қорқпайтындай дәрежеге жетсе екен деп ойлаймын мен. Мінекей, мен үндеу жасағым келеді халқыма. Міне, құрметті отандастар, жағдайды жаңағы қайталап керек жоқ. Міне көп балалы ана, жалғыз басты ана, мына үйге қамап тастады да қорлап жатыр. Сындырамыз дейді. Міне Ләззат айтты, мен сындыра алмайсыңдар деп. Мені үнімді өшіре алмайсыңдар. Менде өтініш, біз қолдау көрсетейік. Мен қазір Ләззаттан сұраймын, оның карточкасын банковский, сосын осы жерге қоямын. Әрқайсымыз Қазақстан бойынша, шетелден болса да, мінекей ақшаны құяйық, қолдау көрсетейік осындай батыр қыздарымызға. Құрметті көрермендер, құрметті отандастар, осындай өтініш. Ертеңге 31 қазан күні Алматы қаласының сағат 12-де митинг өтеді. Осыған мен шақырам, митингке шығыңдар. Бұл рұқсат алынған митинг. Бақытжан Төрегожина және де Ғалым Агилеулов құқық қорғаушылар осыны ұйымдастырып жатыр. Шығыңдар, ағайындар. Алматы, бүкіл Қазақстанда шығыңдар. Қорықпаңдар. Бізде осылай шектеп, бүкіл жерде үніміз басып жатыр, митингке рұқсат бермейді. Ол бізге мына конституция бойынша берілген құқығымыз бар митингке шығып. Осы мәселені көтерейік. Басқа да қандай кімде мұң-мұқтаждары бар қойайық. Ағайын, бұлай зат түсініңіздер. Митинг не үшін керек? Митинг мынау бүкіл дүние жүзінде пайдаланатын тәсіл. Шұғыл түрде мінеки қазіргі шығып жатқан мәселені көпшіліктің шешетін метод тәсіл митинг. Себебі анау парламентке, үкіметке барғанша ол ұзақ алады. Ал мысалы бір адамдарда бір проблема туып қала ма? Мысалы мынау проблема қазір, Ләззаттың басында осындай проблема үлкен туды. Бұны митингме шешу керек. Мынау Түркістанда, Төле би ауданында халық шығыңдар. Анау карантин дегенге қарап бері жоқ. Масканы алып шығып жаңағы талап қою керек. Әйтпесе мынарға жақсы болды қазір мына жұмбағандарға. Карантин дейді, бәрі жаңағы сотта ешкім кіргізбейді, адамдар шығартпайды, отырады, кәдімгі фашистік режим нағыз. Сондықтан осы 1 қазан күні шығыңдар. Алматыда да талаптарды қойыңдар. Сөйтіп бүкіл дүние жүзінде, мен Италияда тұрам, балаларды жылына 2 рет үйретеді. Мына балаларды кәдімгі 10 жастан бастап, жаңағы 16-18-ге дейін оқитын бұлардың балалары. Сабақтарын босатады, далаға шығарады да, осылай жүресіңдер, осындай не жасайсыңдар, жаңағы листовка, осылай сөйлеп айқайлайсыңдар деп. Сөйтіп үкімет естиді, реакция жасайды. Бұл митинг шақырылып жатқан мына билікті сұру емес бүгінгі ертеңге. Бұл осындай төтенше мінеки срочно шыққан мәселені шешу, мысалы бостандық саяси тұтқындарға мына мүдделері тапталмасын деп. Ал бізге нақты керегі үлкен митинг. Оны мен айтып жатқаным, жалпы халық шығып мына билікті басқарып жатқан қылмыстық жүйеге талап қою керек. Қызметін доғартсын. Мына сайлау заң түрінде өту керек та, халық өкілдері өздері билікті қолға алсын. Енді ол басқа тақырып, мен бұл жерге жалғастырмай қояйын. Бірақ айта кететінім, міне осы журналистердің проблемасы, басқа мәселелердің мыңын шешетін, ол тағы да айтам, саяси жол. Сондықтан саясатқа кіріңіздер. Мына еркін қазақ қозғалысына кіруін шақырамын. Бұл жерде мен ешқандай қылмыстық ой, ниет жоқ. Мына айтылып жатқан бүкіл проблемалар, мінеки журналистердің жаңағы ипотеканы, көп балалы ана, жалғыз басты ана, мынау әлеуметтік жағдай, жұмыс жағдай, бәрін компоновать етіп, саяси күштер партия болып, ішіне бағдарлама жазып, халық айтады, міне мынаның шешімдері осы. Сондықтан біз осындай саяси күштерден қорықпаңдар, жаңағы партияның қадірін кетірген билік әдей. Мынау фейковый 6 партияны қойды, міне соның ішінде кіріңдер, кірмесен сіздерге тіркеткізбеймін деп. Мен айтамын, егер халық бір тудың астына жиналып, митингке шығып талапты қойса, біз мәжбүрлетеміз. Тіркеткізіп, біздің халықтың партиясы жасын мәжіліске кіріп, билікті өзіміздің қолымызға алып, кәдімгі мынау адамдар сияқты, мынау фашистік режим ғой бізде, кәдімгі адамдар сияқты естіп қоғамның үнін, сол жаңағы бүгін мұң-мұқтажын жаңағы шешетіндей жолға тұруымыз керек. Әйтпесе мынау болмайды енді, мынау біз нақты тірелдік. Осы айтарым, ағайын. Тағы да айтайын деген қайталап. Қалдырмаңдар мен өтінішімді, көмектесейік Ләззатқа, жаңағы адамгершілік бұл азаматтық парызымыз. Жақсы, Ләззат, сізге
үлкен рахмет. Мына шығып мінекей журналист ретінде мінекей Шымкентте шынымен рухы бар азаматтар, мінекей Амангелді Батырбековтың да өзін жаңағы көрсеткені бар. Мінекей сіз де қазақтың батырын бетін көрсетіп тұрсыз. Рахмет сізге. Мында бір алғыс, сәттілік тілеймін. Жақсы, қош сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыз.